Бүгін Алматы төрінде 3 күнге созылатын 3 көрме өз жұмысын бастады. Бұл көрмелердің барлығы денсаулық сақтау саласына қатысы бар. Әлемнің 24 елінен 400-ге тарта компания өз қызметі мен тауарларын ұсынуға келген шараға барып қайтқан тілшіміз Алмас Тұяқбай әңгімелесін. Халықаралық денсаулық сақтау КЕХЕ 2026 көрмесі елімізде 31 рет өткізіліп отырса, фармацевтика өнеркәсібіне арналған жабдықтар, шикізаттар және технологиялар ұсынылған Фарматех Қазақстан 2026 көрмесі 3-ші мәрте отандық мамандардың көзайымына айналып отыр. Ал Vision Care 2026 деп айдар тағылған оптика және офтальмология саласына арналған көрменің тұңғыш рет тұсауы кесіліп отыр. Алғаш рет 3 мамандандырылған көрме алаңы бірыңғай іскерлік және көрме кеңістігінде біріктіріліп, тәжірибе алмасуға, инновациялық шешімдерді таныстыруға және денсаулық сақтау саласында халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға арналған ауқымды кәсіби алаңға айналып отыр дейді ұйымдастырушылар. Экономический эффект отследить сложно нам как организаторам, потому что не всегда мы получаем информацию, но, безусловно, заключаются контракты, суммы этих контрактов также сложно оценить. И вот сегодня у нас буквально был обход выставки с делегацией, и руководство определенных компаний уже присмотрело для себя какое-то оборудование, то есть они обменялись контактами, они очень активно интересовались стоимостью, вопросами доставки. Сондай-ақ ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай ауқымды көрме Алматыда сирек өтеді. Қатысушылардың қатарында денсаулық сақтау жүйесіне арналған заманауи медициналық технологияларды, фармацевтикалық жабдықтарды, зертханалық шешімдерді, оптикалық өнімдерді, түрлі медициналық материалдарды және цифрлық сервистерді ұсынатын 110 қазақстандық компания және 287 шетелдік өкілдіктер бар. Отандық және шетелдік көрмеге қатысушылар ұсынушы мен тұтынушы арасында алтын көпірге айналған дәл осындай шараға дән риза. Жалпы 5000-нан көп маман келеді, қатысады КЕХЕге жыл сайын. Тағы да тек қана қазақстандық емес, қасымыздағы ТМД елдерінен Ресей, Өзбекстан жалпы нарықтан қонақтар да келеді, импортерлар да келеді, дистрибьюторлар. Осы жыл сайын қатысамыз, көмегі өте тамаша, негізі біз өте ризамыз. Ертең мұнда клиникалар мен мемлекеттік органдардың басшылары жиналады. Олар отандық денсаулық сақтау жүйесінің қай бағытта даму керектігін талқылайды. Ал 22 мамырда өтетін қорытынды күні басты назар интенсивті терапия мен анестезиологиядағы технологияларға аударылады. Диалог алаңында сарапшылар инвестициялар, қосымша құн салығын алып тастау және нарықты цифрландыру мәселесін талқылады. Сондай-ақ көрме барысында компания жетекшілері қажетті медициналық жабдықтарды сатып алуға мүмкіндік алды. Алмас Тұяқбай, Айдын Өнербай, Атамекен бизнес.